9 желтоқсан халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күні. Әлем елдері қоғамның дамуына тосқауыл жасайтын ауыр қылмыспен бірге күресіп келеді. Жемқорлықтың кесір көп, ол елдің бүгіні мен келешегіне қауіп төндіреді. Хадиша Бөкеева атындағы Қазақ драма театрында сыбайлас жемқорлыққа қарсы арнайы жиын өтті. Толығырақ тілші бейнематериалында. Батыс Қазақстан облысында сыбайлас жемқорлықпен күресте алдын алу жұмыстарына басымдық берілген. Жыл басынан бері 700-ден астам іс-шара ұйымдастырылды. Оған 25 мың адам қатысты. Қылмысқа қарсы 14 мониторинг жүргізіліп, оның нәтижесінде 68 ұсыныс берілді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің араласуымен бірыңғай сатып алу терезесі ақпараттық жүйесі арқылы 350 миллион теңгеден астам бюджет қаражаты үнемделді. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу уақытында соған қарсы іс-қимыл аясында жобалық басқаруды жүзеге асыру қағидаларына регламенттелген номер 4-ші үлгілік базалық бағыт дейміз. Соның шеңберінде атқарылып жатқан біздің жұмыстарымыз оң баға берілген болатын. Республика көлемінде осы роликте көрсеткендей Батыс Қазақстан облысы әкімі аппаратының жанындағы осы жұмысты, жалпы осы барлық құзырлы органдардың жұмысын жоғары нәтиже көрсеткенде алдын қатарда көрсетті. Сондықтан да бұл бағытта біздер тек қана тоқмейілсімейміз, осы бағытта жұмысымызды жалғастырамыз. Биыл сыбайлас жемқорлықпен күрестің жаңа тұжырымдамасы қабылданды. Аталмыш құжатта 6 негізгі бағыт қамтылған. 2026 жылға дейін жауаптылар жемқорлыққа төзбеушілікті қалыптастырып, азаматтық қоғамның рөлін күшейтеді және кеселге қарсы саясат мониторингін жасап, өкілетті органның қызметін жетілдіруге күш жұмсайды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтен арнайы қызметкер жергілікті атқарушы органға арнайы комиссар болып жіберілді. Бұл орайда қазіргі таңда барлық облыс басқармаларының қызметтеріне сыбайлас жемқорлыққа ішкі талдау жүргізілді. Нәтижесінде 11 миллиард қаржы үнемделді, яғни тиімсіз жұмсаудың алды алынды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жиында түрлі байқаулардың жеңімпаздары марапатталды. Өскелең ұрпақ тәрбиесіне жауапты ата-аналардың арасында биыл парасатты отбасы байқауы ұйымдастырылды. Сайыстың облыстық кезеңінде Кереевтер жанұясы жеңімпаз деп танылды. 3 перзентін тәрбиелеп отырған жас отбасы мұндай жарыстың мән-маңызы зор деп есептейді. Жалпы бұл байқауға біздер балаларымыз білім алатын 42-ші Ақниет гимназиясының атынан қатысқан болатынбыз. Адалдық құндылығын, парасаттылық қасиеттерді отбасында дәріптеуді үлгі етіп, бейнероликке түскен болатынбыз, әлеуметтік желіге жарияладық, және осы әлеуметтік роликіміз көптің ықыласына бөленіп, мазмұны жағынан да алға шығып, осындай марапатқа ие болып тұрмыз. Жең ұшынан жалғасқан қылмыспен күресу жалпыға ортақ міндет. Осы міндетпен күрес жолында әрбір қазақстандықтың белсенділік танытуы маңызды. Ажар Хамитова, Алмас Адиетов, Армат Рахметжанов, Ақжайық арнасы.